Сәлем достар, бүгінгі менің алған продуктымды көрсетемін қазір. Осы фруктының өзі ғана бар жоғы 9000 теңгеге шықты. Сонда алғанымыз өрік, жуа, көк жуа, мандарин, алма, гранат. Осы заттарымыз 9000 теңге болды. Ұмытып бара жатырмын. Жуа бар еще. 6 келі ма, 7 келі ма, ұшым сондай жуа. Осының 5-6 зат. Ұшым 9000 теңгеге шықты. То есть кешіңізде тағы банан бар еще. Осы 6 зат. Осындай 9000 теңге болды. Бұл продукттен бөлек. Басқа жерден алдық. Енді продуктыны көрсететін болсам, фери обязательно керек. Стекло сүртетін, комик, мүйіф, сода, сесна, рашкия, томат, мына жерде не етіп жатқанын білмеймін. Мынау лагман қамыры, дайын готовый. И және ашытқа. Және де бұл кеспе. Ал мынау менің ашып жатқан нем, бұл банан ве печенье. Яғни бұны балдар жақсы сүйсініп жейді. И дәмі де зор, әдемі. Колбаса. Осы колбасаны ғана жейді біздің үйдің балдары мұсылманский, басқа колбасаны ұнатпайды. Мына будиненің жұмыртқасы жеуге міндетті де кеңес беремін, денсаулықтарыңызға өте пайдалы. Және де тоникте ма бит сүртетін, атын ұмытып қалдым, білмеймін. Ұшым сондай. Сосын мынау түшқитін. Ұшым жалпақ тілмен, қазақтың тілімен айтқанда. Одан кейін мынау арасына фарш істеп қоятын орама қамыр дей ма, білмеймін. Сондай. Бұл да мантының бір түрі сияқты. Істенеді, бірақ дәмі зор. Майонез. Қазір айтпақшы манты істейміз, қыздар. Манты істегенде де оны да түсіретін боламын. Және де рашки. 2 түрлі. 2 вермишель алдық. Және сливки. Тек осы продукты, фруктыдан бөлек, осы продуктының бағасы алғаным әрқайсынан бір түйір зат, соның өзінде 24640 теңге ма, сондай болды. 24640 теңге болды. Тағы да не алдық? Шемшік май алдық, еще 5 литр. И соның қасына 1 литр тағы шемшік май қосып алдық. Бұның өзі бізге бір айға жетпейді негізінде бұл продукты. Және де гречка алдық, перловка алдық, сөк, соломка, және де горох. Бұлардың барлығын өздерінің ыдыстарына салып, арнайы реттестіріп қойдық. Және бұдан бөлек фарш алдық. Фарштың килограммы 2400 теңгеден, бұл тұрғаны 5 килограмм.